Сәлем, кішкентай көрермен. Арнамызға қош келдің. Бүгін саған ер жүрек батырмен сұлулығымен мейірімен елді таңғалдырған хан Шайым туралы тамаша ертегі айтып беремін. Егер ертегі ұнаса, арнаға жазылуды ұмытпа. Бұл бізге жаңа ертегілер жасауға шабыт береді. Қайсар батыр мен нәзік хан Шайым ертеде бір елде қайсарлығы елге аңыз болған батыр өмір сүріпті. Аты Алшын, ол бала күннен ақ асау атпен шауып, ауыр жүк көтеріп, тауға тырмысып, күшін қайратқа айналдырыпты. Алшынның жүрегінде ешқашан қорқыныш болмайды екен. Ол әрдайым әлсізді қорғайтын, әділетсіздікке қарсы тұратын нағыз батыр болып өсіпті. Сол патшалықта Айназ атты хан Шайым өмір сүріпті. Айназ көркіне ақылы сай, сөзіне сас, жүрегінде мейірім мен сабырлық бар ерекше ару екен. Елге үлгі болып адамдарға жақсылық жасап жүріпті. Ол гүл еккенді, құстармен сырласқанды, балаларға ертегі айтқанды ұнататын. Бір күні елдің шетіне зұлым алып Айдаһар келіп, ауылдарды шапқыншылыққа ұшырата бастайды. Халық қорқып патшаға жүгінеді. Сонда батыр Алшын: «Уа, халайық! Уайымдамаңдар, елге келер қауіптің бетін қайтаратын мен бармын», деп айқай салып жолға шығады. Хан Шайым Айназ батырға: «Мен сіздің ерлігіңізге сенемін, Алшын, бірақ батыр жүрекпен бірге мейірімде керек. Айдаһармен тек күшпен емес, ақылмен де күресу қажет» дейді. Батыр жолға шыққанда тау асып түн қатып, жаңбыр мен боранға да төтеп беріп, ақыры зұлым Айдаһармен бетпе-бет келеді. Айдаһар от шашып, жерді тітіретіп, қаһарын төгеді. Бірақ Алшын қорықпады. Хан Шайымның сөздерін есіне алып, алдымен Айдаһармен сөйлесіп көреді. «Неге елге шабуыл жасайсың? Сенің жаныңда не жетіспейді?» дейді батыр. Сонда Айдаһар жылап жібереді: «Мен жалғызбын. Ел мені қорқады, сондықтан мен де қатыгез болдым», дейді ол. Батыр мен хан Шайым оны тыңдап елге қайта барады. Айдаһар енді балалармен ойнап тауға от жағып, жылы орын жасап қамқорлық көрсетеді. Хан Шайымның нәзік жүрегі мен батырдың қайсарлығы елді құтқарды. Көп ұзамай ел тыныш өмірге қайта оралып, батыр мен хан Шайымға үлкен алғыс білдіреді. Екеуі дос болып, халыққа бірге қызмет етеді. Елде бейбіт өмір басталады. Кішкентай достарым, сендерге бұл ертегі ұнады ма? Егер ұнаса, арнаға жазылып, келесі ертегілерді бірге тыңдауға кел. Келесі кездескенше сау болыңдар.